Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Жері байдың, елі бай». У богатой земли богатая страна. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. Жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Алдымен оқушылар жаңа сөздермен танысайық. Ребята, познакомимся с новыми словами, поработаем с новыми словами, составим словосочетание и предложение. Улан байтақ, просторный, обширный, пайдалы қазбалар, полезные ископаемые, құрлық, континент, жазық, дала, равнинная степь, шөль, пустыня, аймақ, регион, масақ, колосок пшеницы. Оқушылар, жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға дағдыландыңдар. Ребята, попытайтесь с новыми словами составить словосочетание и предложение. Жақсы, хорошо. Я надеюсь, что вы попытались составить словосочетание и предложение. Ал енді оқушылар, мәтінмен танысайық. Менің отаным Қазақстан. Қазақстанның жері ұлан байтақ. Жерімізде пайдалы қазбалар көп. Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығындағы мемлекет. Табиғаты әр алуан. Мұнда жазық далада, орманда, тауда, өзенде, көлде, шөлде аймақтар да бар. Тәуелсіз Қазақстанның бас қаласы Астана. Ол Есіл өзенінің бойында қасиетті Сарыарқа жерінде орналасқан. Астана үлкен, әсем, таза қала. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасында бидай масағы мен қанатты пырақ бейнеленген. Бұл туған жерімізге деген терең сүйіспеншілік. Өсімдіктер мен жануарлар әлемін қадірлеп құрметтеуден туындаған. Біздің ғажап өлкеміздің аң құстарымен қоса жер қойнауындағы қазба байлықтарын айтсаңызшы. Ал енді оқушылар, мәтінді аудармасымен тыңдайық. А теперь, ребята, послушайте текст с переводом. Менің отаным Қазақстан. Моя родина Казахстан. Қазақстанның жері ұлан байтақ. Земля Казахстана огромна. Жерімізде пайдалы қазбалар көп. В нашей стране много полезных ископаемых. Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығындағы мемлекет. Республика Казахстан – страна на Евразийском континенте. Табиғаты әр алуан, природа разнообразная. Мұнда жазық далада, орманда, тауда, өзенде, көлде, шөлді аймақтар да бар. Здесь есть равнины, леса, горы, реки, озера и пустыни. Тәуелсіз Қазақстанның бас қаласы Астана. Астана – столица независимого Казахстана. Ол Есіл өзенінің бойында қасиетті Сарыарқа жерінде орналасқан. Он расположен вдоль реки Есиль, на священной земле Сарыарқа. Астана үлкен, әсем, таза қала. Астана большой, красивый, чистый город. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасында бидай масағы мен қанатты пырақ бейнеленген. На государственном гербе Республики Казахстан изображены колос пшеницы и крылатый кони. Бұл туған жерімізге деген терең сүйіспеншілік. Это
Глубокая любовь к нашей родине. Өсімдіктер мен жануарлар әлемін қадірлеп, құрметтеуден туындаған. С рождения проявляется уважение к миру растений и животных. Біздің ғажап еліміздің аң құстарымен қоса жер қойнауындағы қазба байлықтарын айтсаңызшы. Какова же мир животных и птиц, недры подземных земель нашей удивительной земли. Ал енді оқушылар мәтін бойынша тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші, мәтінде жаңа сөздер кездесетін сөйлемдерді тауып жазыңдар. Екінші тапсырма, мәтінде қандай мәселе көтерілген. Үшінші, шынайы өмірмен қандай байланысы бар. Ребята, теперь выполните задание по тексту. Первое. Мәтінде жаңа сөздер кездесетін сөйлемдерді тауып жазыңдар. Ребята, первое задание, вам нужно найти в тексте предложение, где встречаются новые слова сегодняшней темы и записать их. Мәтінде қандай мәселе көтерілген? В тексте о какой проблеме говорится? Третье. Шынайы өмірмен қандай байланыс бар? Какая есть связь с нашей жизнью? Оқушылар дескрипторға назар аударыңдар. Сөйлемдерді жазды 1 балл. Мәтінде көтерілген мәселені анықтады 1 балл. Шынайы өмірмен байланыстырды 1 балл. Орфографиялық нормаға сай жазды 1 балл. Ребята, при выполнении данных заданий обращайте внимание на дескриптор. Келесі тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып сөйлемдер құраңдар. Ребята, с данными словами нужно составить предложение. Топрақ, земля, почва, құмтас, песок, арпа, ячмень, бидай, пшеница, жез, медь, күріш, рис. При выполнении обратите внимание на дескриптор. Дескрипторға назар аударыңдар оқушылар. Сөйлемдер құрастырды 3 балл. Орфографиялық нормаға сай жазды 1 балл. В данном упражнении даны 6 слов. С каждым словом составляете предложение. За составленные 6 предложений получаете 3 балла. Сабақ аяқталды оқушылар, сау болыңдар.